أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Алағазы өңіріндегі қорымына, қоршауына байланысты берілген жатқан асымызды Алла қабыл етсін ардақты ағайын. Берекелі елдің бетіне ешкім қақпайды, берекелі жердің жыланында шақпайды дейді. Кешегі сол Сегізбай, Зорбай ата-бабаларының ұрпақтары Қабақ-Қарбегі өңірінен бүгінгі осы асқа келіп отқан мінекей бәріміздің бастарымыз түгел. Құдайға шүкір, ауызбір шілтемесін дейміз ардақты ағайын. Осы жерде тудыңыздар, осы жерде өндіңіздер,
осы жерде әрбір ата-бабаларымыздың садақаға жиналған қауым барлығымызға да садақа қабыл болсын. Одан осы қызмет істеп жүрген балдарға бақыт тілеймін. Амин. Бақ берсін, берекең ашсын, абыройлы аман сақтасын, иманның байлығын берсін, елдерінің саулығын берсін, отбасыларының амандығын берсін. Мына өлі әруақтар тиіс болсын деп, мына балдар қызмет істеп жатыр, қызметі Алладан қайтсын. Өлі әруақтар тиіс жатсын, өлі әруақтардың алды тиіс болсын, артында қалған балдары тиіс болсын. Амин. Бақытты болсын, садақа қабыл болсын. Амин. Ал Құран бағышталады. Ағама беріп жіберіңіз, аға. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر أباهم فهم غافلون لقد حق القول ونصرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في فقر الصون فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فخشينا فهم لا يبصرون أسواء عليكم أدركم تدر من لا يؤمنون إنا صدر ماذا تبع جين كريم إنا نقول موتانا نكتب كلام صركم كل شيء أحصيناه في إمام مبين Ey Allah Teala'nın kasiyetli onu Allah'ın rızası için bir sadaka aslarını Allah kabul etsin. Kasiyetli onu okulatkan Kur'an ayetlerinin savunun Peygamberin Muhammed Musa Aleyhisselam'ın ruhuna bize demetken veluklarının ruhuna onun içinde ülken atalarımızın ruhuna onun içinde Түсіп қаласы Жұмабайға, Жұмабай әйелі Жайжан қызы Үбейдаға, Ораз әйелі Балшашаққа, Ораз әйелі Бек Мырза қызы Шекерге, Ораз баласы Ермекбайға, Ораз баласы Қалдыға, Ермекбай әйелі Азамат қызы Бибатимаға, Сапар әйелі Құлтас қызы Балғанымға, Сапар баласы Әбдірахманға, Бесен әйелі Жазыққа, Süleyman әйел Жәнішке, Оралбай баласы Раманға, Мұқаш әйел Бейсен қызы Қамсынуға, Мұқаш баласы Бақытқа, Бақыт әйелі Іскендір қызы Сәкенге, Хамилулла баласы Әнуарға, Мұқан баласы Иманқұлға, Мұқан баласы Аққұлға, Мұқан әйелі Өтебай қызы Сұлубикеге, Иманқұл әйелі Аймаш қызы Алтынүлге, Байекеш баласы Иманғазыға, Иманғазы әйелі Талмаға, Үсен баласы Сағынбайға, Үсен баласы Сағындыққа, және басқа да атанмаған о дүниенің ерік болған туыстардың баршасына бағыштаймыз. Bağışladık yaktan yaylı olsun, imanı yoldaşı olsun. Altı yaksı ödeme olsun, altı yaksı otbasına, ballarına, tumatıskanlarına, amanat, sağlık, bakta gelsin. Ey Allah'ım, olsa Kur'an'ların nurlarının can canatta imanı yolu olsun, Peygamberin mukaddesine şefaat neslesin. Amin. Onun içinde енді сол ауылдың жігіттері болды. Мысалға, тіпті ол жерде несі жоқ. Мына Сәтібек, Сағынғазы жеткізген, сол біздің қасымызда жүріп, жәрдем беріп, мына Айбек деген ініміз бар. Сол бізді күтіп алып, қызмет істеп, тойға бара жатарым деп азаматтық істеді. Айбек тұршы, мына халық көрсін. Айналайын жаса.
Al endi berip atқан садақамыз қабыл болсын. Әр уақытта сол аман болайық. Дендерің сау болсын. Осы мына өткендерге қызмет істеп атқан балдар сендерге жасын берсін, сол үлкендердің. Сендерді көрген балдарың да ертең осындай қызмет істейді. Алла тағала әр уақытта сол жақсылықта, амандықта қауышайық. Аман болыңыздар. Садақаға жиналған көпшілік қауым бүгін енді ата-баба рухына арнап беріліп жатқан садақаға қош келдіңіздер. Садақа бәрілеріңізге де қабыл болсын. Ата-баба рухын ұрықтау, өткен тарихымызды ұмытпау, сол арқылы ниетімізбенен ізгілікті, игілікті іс жасап, имандыққа жуықтау, ол әрбір кейінгі ұрпағының асыл міндеті. Осындай пайымымызбенен, ниетімізбенен ата-бабаларымыздың жатқан жерін қоршап, әруақтарға ас беріп, құран бағыштату алға қойған талабымыз еді, мақсатымыз еді, сол мақсатты орындау үстіндеміз. Беріліп жатқан асымыз қабыл болсын. Ал енді осы форумды қоршау жөнінде бастама көтерілгеннен кейін ата-бабамыздың ұрпақтары қызу қолдады. Сол қолдағаннан кейін істі алға жүргізу үшін ақылдастар алқасын, яғни комиссия мүшелерін бекіттік. Ол комиссия мүшелері Медет Қабиұлы, Медет Жақанұлы, Марғұлан Жарылғасынұлы, Азамат Байзағұлы, осы 4 жігітке сеніп тапсырдық. Ол жігіттер осы форумды қоршайтын барлық материалдарды есептеп, садақаның өткізу жөнінде оған қоса аламан ат бәйгесін ұйымдастыру жөнінде үлкен жауапкершіліктерді мойнына алып жұмыс жасап жатыр. Ал енді ниеттері Алла тағала қабыл етсін дейміз. Ал енді мына қаражат жөнінде айтып өтсек, бабаның, ата-бабалардың ұрпақтары асқан емшілдікпенен бәрі бір кісідей атсалысып қаржыны жинады. Енді қыздан туғанның қиығы жоқ дейді. Жиендеріміз де белсенді қызмет жасады. Оның ішінде атап айтқанымыз дұрыс орынды болатын шығар. Өйткені жақсының жақсылығын айт, нұртасын деген сөз бар. Мына Тәрбие апамыздан, Бекзи апамыздан, Жайла апамыздан, Кітаби апамыздан, Мәрияш апамыздан, Ләтип апамыздан, Ағип апамыздан тараған жиендер, және Қамалбай жиен үлкен қомақты қаржылай үлес қосты. Енді оларға да ата-бабалары жатпағанмен де өзінің ағайындық туысқаншылығын білдіріп, мына Пұшақбай ағамыздың балдары, Құлмұрза ағамыздың балдары үлкен қомақты қаржылай жәрдемдерін берді. Енді сонымен бірге өздерінің ата-бабалары ол форумда жатпағанмен де ауылдас інілеріміз Сағынғазы, Сәдібек жеткізген сол дайындық басталғаннан бері басқасында жүріп, қоршау жасаған кезде қоршап үлкен еңбектерін сіңіріп, және ақшалай үлестерін қосты. Сонымен бірге Ақтөбеден Серғазы ініміз арнайы телефон соғып, қабыл болсын деген тілегін айтып, өзінің ақшалай жәрдемін жасады. Міне жалпы алғанда кеше қоршау кезінде 15 жігіт барып жұмыс істеп, басында үлкен ұйымшылдықпен, ауызбірлікпенен бір күнде қоршады. Ал енді жалпы Алақозы елі болып жәрдемдесті, көмектесті десем артық болмайды. Баяғыда бұрынғы кезде Алақозының елі, ауылы
асқан ұйымшыл ауызбірлік өте күшті елеп, сонымен атаққа шыққан бір үйде бір жағдай болса, үме жасап, өтен бір жағдай болса, басы таяқ қалмай ауылдың барлық жігіттері, жастары сол үйдің қызметін жасап жүретін еді. Міне ауылымыз тарап көшіп жан-жаққа кеткенмен де сол жастарымыздың бойында бұрынғы ата-бабамыздан қалған қан, ауызбіршілік, татулық міне әлі сақталған екен. Мен соған өте қуандым. Және сол бір-бірімізге деген сыйластығымызды, ағайыншылығымызды, туысқандығымызды одан әрі дамыта түскендей әсер алдым. Сол осы қызмет жасаған жігіттерге бәріне де үлкен ризашылығымды білдіріп, отбасыларының басы аман, дендері сау. Алланың нұры жаусын деп тілеймін. Және осы қызмет жасаған мына келіндер, салтанат келін бастаған келіндеріміз өте татаусыз қызмет жасап жатыр. Олардың да бақытты болсын, аман жүрсін деген келеді. Амин. Ал енді осы кеше қоршау жасап жатқан кезде мен ауылда жоқ едім, Ақтөбеде едім бір жағдайлармен. Сол жігіттер жасап жатқан істерін өтіргеннен кейін де видеоға түсіріп маған жіберіп жатты. Сонда жігіттердің үлкен ауызбіршілікпен жасап жатқан қызметтеріне көңілім толып, қуанып, ризашылығын білдіріп шамалы. Сол кезде қара төбе үстінде қарамола көрінеді алыстан даралана. Менің әкем жатқанды сол арада, бесік болған қара жер кәрәнама. Сонда жатыр ағайын туыс бауыр, бір кезде атқа қонған туыс табыл, әжелер, жеңгелер де сол төбеде мекен қылған мәңгілік тыныс тауып. Марқұмдарға арналған қанша сауап, тірілер иығында барша салмақ, ұрпақтары игілікті іс атқарды, қорымның айналасын қоршау жасап. Ауылдың үлкені де жасы қалмай, көмек қолын созуға асығардай, осындай ауызбірлік ынтымақты сырттай көріп, көңілім тасығандай. Руға бөлінбеген бұрын елім, сыйластық астарына үңілемін, дәстүр салтты сақтаған сарымайдай, қабияға бастаған інелерім. Ажырамай ежелгі сол ғұрыптан, азаматтар бірігіп іс жылытқан, ұйымшылдық татулық аңыздай боп, Алақозы ауылдың даңқы шыққан. Азамат еңбегімен шығып төрге, абыройы самғасын биіктерге, аман жүрсін, Алланың нұры жаусын, әруаққа қызмет қылған жігіттерге деген бір шынайы көңілімді білдірген ниет қабыл болсын. Рахмет, Өмек аға, Алла разы болсын. Енді ағайын бір ескертіп өтейін. Мынау енді садақ екен, ас екен деп мұңая бермеңіздер. Әңгіменің ашығын айтайын. Арасында қосақ отырыңыздар. Тірі адам тіршілігін істейді ғой. Сондықтан тіршілігімізді істеп отырайық. Құрметті ағайындар, Өмек ағамыз рахмет айтамыз. Мына мынандай сөз бар екен. Әуелі адам болсаң, өзіңді біл, адамға сөйлейтұғын сөзіңді біл. Әр жаста әртүрлі бір міндетің бар дейді. Сол жаста не істейтұғын кезіңді біл дейді. Қабекең ініміз бастап деп Өмек ағамыз жаңа өлеңнің басында айтты. Енді бұл тек қана шай ішіп, ет жеп, Құран оқу үшін, тек қана осы үш жағдайдағы нәрсе емес. Бұның түбінде не жатыр? Бұның түбінде мына ортаңғы столда отқан, ертең сіздердің орындарыңызды басатын мына ұрпақ отыр. Дұрыс қой енді. Осы ұрпақ ертең анау төрге барады. Осылар ана жерге барғанда мына отқан алдындағы балдар осы жерде қызмет істеп, келіндер ана жерде жүгіріп жүреді. Осыны көзбен көру керек. Қазақ айтады, айтқанды емес, бала көрген істейді дейді. Міне көрген нәрселері, көрген дүниелары ардақты ағайын. Сондықтан осы көрсетіп жатқан ниеттеріне мына әулеттің атынан барлық ағайынға алғысымыз шексіз дегенді. Осы садақа болады дегеннен естіп біліп жатырмыз. Мынау Қабақ Сегізбай Зорбай әулеті міне осындай игі істеп бүгінгі күні ас беріп жатыр, бәрекелді ниет. Пакетіме бересің. Сол шыра ұйымдастыру жөнінде мынау қамын бүгінізі үлкен ағалары әкімші болып бас қосып бәрін жүгіріп садақа істеп жатқандарыңа
kabul olsun. Dağdağlık versin başlarına, avrantık versin başlarına. Bak taraf kadar baksın, elhamdülillah elin bereketi yetmeyen abroyu versin. Bismillah. Kulağın tür kayşılap kazanaktarın, bak ben babı say gelse ozadaktarın. Al buyurtup beygenin aldından gelsen, kökke baktır börkünde azamatları. Şan шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән сарайдала. Әмеге етіп барады жалға жабысқан, өй желмен бірге жарысып қаршадай бала. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Мұндайдай жаңғырар кеуде, жүлдеңді ал бәйгіңнің алдынан келде. О жаратқан баланы сақтай көр өзім, тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтама. Лагер жұлқынып, тай бұрыл бұлқынып, тыпыршып тұр әне бәйгеге ұмтылып оу. Қамшысын соққылап, шаң бұрап, шапқылап, арғымақ келеді айғайла қаттырақ оу. Рухымен жаңғырған доданы жандырған, қазақтың тұлпары даланы шаңғылған оу. Қоя тұр басқаңды шаруа бос қалды, ал халқым қайдасың, аламан басталды оу. Бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жанып аққым келеді, тұлпарға меніп шапқым келеді. Арғымақтардың талдырып белін, атқа қоныңдар ал
жылқымен бір көскен, намысы қазақтың бәйгемен үндескен. Болды ма? Иә. Түгел бәріне беріп шығады. Бар ғой қалған. Иә. Тайдың 11 тай қосылды ма? 11 тайдың бәріне жүлде бар. 11 тайдың бәріне жүлде бар ағайындар. Жиналып тұрыңыздар, қосылған 11 тайдың бәріне жүлде бар. Так, біз әуелі 5-ші орыннан бастап хабарлайық. 5-ші орыннан бастап хабарлаймыз. Так, Саға ауылынан Қантөре Диас, Жұлдызхан Әлихан. Дұрыс па? Тай. 5-ші орын тайдың. Міне, 20 мың теңге ме? Осы ғой. 20 мың теңге. Қайда? Саға ауылы Қантөре Диас, Жұлдызхан Әлихан. 5-ші орын тайдан кім бар? 4-ші Шалқар Дабыл Қайрат дейді. Бауыржан Бұйрық, Арсен Шабандоз. Қайда? Саға ауылынан Жұлдызхан Әлихан, дұрыс па? Қайда әкел? Так, міне. Суретке түсіріп алыңдар. Сертификат 20 мың теңге қадір өтімінен. Қара қалайға қараңдар, әулеттер. 5-ші орын иесі. Так, Шалқардан Дабылы Қайрат Бауыржан дейді. Бұйрық, Арсен Шабандозы. Бол. 4-ші орын келсін. Құтты болсын. 4-ші орын 30 мың теңге және 30 мың теңге сертификаты менен. Қайда? 3-ші орын Байқадам Сәрсен мен Ердәулет Сылқым иесі, аттың иесі. Мейрамбек. 3-ші орын. 3-ші орын. 50 мың теңге. Дұрыс па? Міне, 11. Ал, құтты болсын. Көмек аға, табыс ет. Суретке суаңызды. Нөмірімді тапсырып кетші. Нөмірлерді тапсырыңдар. Яқын. 4-ші орын қайда? 4-ші орын. Шалқар Дабыл Қайрып Бауыржан Бұйрық Арсен Машко ма? Кім ет? 4-ші орын қайда? Тайдан ау. Шабандоза Қайдақ ағамыздың баласы. 2-ші орын Тайдан. Так, 2-ші орын. Міне 70 мың теңге. Так, түгенде қойыңыздар. 70 мың шығар. Так, болды. Машко, кім береді аға? Бер абырайым аға, беріңіз. Ал міне. 3 километрлік тайдың 2-ші орнына ие болған Мырзағұл Шыман ауылының азаматы Машко деген ініміз ағайын. Орын қайда? Келген жоқ па? Бұйрық Арсен 4-ші орын қайда? Тайдан. Жоқ па? Қызық болды ғой. Да, Базойдан 1-ші орын 3 километрлік байға бүгінгі Қалибек 8 бай білімі Зорбай өтін ұйымдастырған бүгінгі аламан емес тай бәйгінің бас жүлдесі 100 мың плюс 30 мың қосылып Нұртөбел мінекей есімді тұлпардың иесі Темірхан ағамыздың әулетіне беріледі. Қол соқпай. Аты кім олар? Ерген Мырза, қол соқпай. Тай бәйгінің бас жүлдесі аға Темірхан аға, құтты болсын. Құтты қойға мінекей. Ергенің ере берсін, Темірхан ағам қызығын көре берсін. Жеңгем үйге барғансын бере берсін деп қойып, барлық қуашты мінекей. Шайтамағын деп жатыр ағайындар, ал. Шайтамағын. Ал, аға құтты болсын. Так, 4-ші орын Бұйрық Арсен, дұрыс па? Так, 30 мың теңге. Ал, құтты болсын мінекей. Ал аға, құтты болсын. Так, енді аламан, тайып бітіп тістек. Тайып, жүр ғана түгел береміз деді ғой. Түгел қалғандарына оқимыз. Так, таяқты жазған списоксы. Тай, міне. Үй барды ғой жаңа, бейбіт қайда? Болды, Құсейін бұлайтыр. Досжанның барасы. Ау. Досжан қайдасың? Досжан кеш, мынау саған осы әулеттің атынан ерекше медетті өзі айтып, ағалар қолын қойып, пешатын басып, сенің ұйымдастырғаныңа өз атынан. Ана неден бөлек тай шабысқа, қызметіңе.
Так, қызметіңе. Так, сылқым кетті. Кім қалды пайдан енді? Кім қалды пайдан келмеген? Иә, қалған кімде бар ғой осында, біз қалақтақ Аламанды хабарлаймыз. Аламанды хабарлаймыз. Аламанның бас байгісіне емес, соңғы байгісі. Жаңа 6-шы орынды Ерлан ағам тікті ғой, дұрыс па? 18-ші нөмірде 6-шы орынды Қанатбек Базой, ат Қанторы Нұрбақыт деген шабандоз шапты. Ерлан ағам 20 мың теңгесін бөп. Бар ма? Алды ғой, куәсіздер ғой. Қайда? Кел. Қанатбек ағам қайда? Қанке? Қанатбек ағам қайда? Базойдан. Қанатбек. 6 кет, 6. 18-ші нөмір. 5-ті қабарлай берейік. Келер. Так, 5-ші орын. Боранбай ағамыз Шалқар қаласы. Ақтанау, Мирас шабандозы. 5-ші орын Аламанның. Так, қайда? Қой. Қой, бір қой. Бір қой. Қанат береді, Алақоздан бере ме? Алақоздан қанат деген жігіт береді. Қанат қайда? Қанаттан аласың. Міне, ағам өз алып береді. Осы ағалар өз алып береді. Қанат деген жігітте қой аласың. Так, 4-ші орында қой. 4-ші орында қой. 4-ші орынның иесі кім? Қадырбай ағамыздың қойы. Бегімбет ауылынан. 4-ші орынның иесі Есет ауылынан Нұртуған Мұзбел шабандозы Халид. Нұреке қайдасың, Нұртуған? Нұртуған? Қадырбайдан аласың де, ауылың қасында жақын. Болды. Қадырбайдың ұрат. Так, 3-ші орын. Жылтыр Есенгелді. Баракат. Алихан шабандозы. 200 мың теңге. 3-ші орын. Ал, құтты болсын ақылды. Так. Иә, 3-ші орын. Кімге? Кімге? Болды. Дұрыс айтасың. Болды, әбеке. Так, 2-ші орынды қаланлайын, дұрыс па? 2-ші орын 300 мың теңге. Аға беріз. 2-ші орын 15-ші нөмірлі 300 мың теңге. Темірхан Базой, Тасқын Аян шабандозы. Базойдан келген Темірхан ағамызға. Тағы да мынау азамат. Ерген. Күндізгі Темірхан атасы қызығын көрген Ерген. Өзіңіне берсін. Ал, Жақайым аға баласының алдын қойып. Ал, тәке құтты болсын. Мінекей. Ал. Бірақ, негізі, ер азаматтар әр уақытта да келінге жақындағанда, әңгіме айтқанда пістімле деп бастау керек, ана пістімледен туған балдар ғой. Ал, 1-ші орын Аламан бәйгі, дұрыс па? Қаланы атқаным. 1-ші орын Аламан бәйгі. Есет ауылынан Нұртуған, Нұртөбен, Мейрамбек шабандозы. 600 мың теңге, 500 мың теңге сертификатымен, және Темірхан ағамызбенен Әліби ағамыздың 50 мың тоннадан айшуақ болма деген 600 мың теңге. Шыре қосылыр. Шана 100 мың теңгесі. Нұртуған қайда? Ал, нұраш құтты болсын. Мінекей. Міне. Мынау, айттым ғой жаңа, шығысқа қарап дұға қылады деп. Міне қабыл болсын. Ал, шығысқа қарап дұға қылған Есет атасының әруағы қолдаған. Еш жаққа леви правый мойын бұрмаған Нұртуған деген нұрлы інімізге қол соғып қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Дұрыс па? Ал, ата-бабаның әруағы қолдай берсін. Жақын жерден Есеттің ауылының қасында тұрып сені рақатты көрдім ғой. Ай, көке. Көшеттік қой енді. Бізден көшет шығармыз солай. Ал, енді ардақты ағайындар, мынау алғысхат деген дүние. Алғысхат деген дүние атап оқуға рұқсат етіңіздер.
Қалыбек ұруы, Сегізбай бөлімі, Зорбай ұрпақтарына 2 мамырда өткізілген ат жарыс жоғары дәрежеде ұйымдастырған үшін алғыс жариялаймыз. Шалқар ауданы атбегілер ұжымы 2026 жыл 2 мамыр қол соғып қошеметтеп қояйық. Мынау Шалқар ауданының атбегілерінің атынан. Ал үлкеніміз қайсыңыз? Медетке берейін ба? Медет мінекей. Барлық қызметте, барлық екеуінің жүзінде медет бәрін қол соғып қошеметтеп қоямыз. Ал мынау астың батасын қабыл болсын, үлкендер түйіндесін. Ал кел. Кім сөйлейді аға? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жарылқет алла қабілет, жарылқаудың қабілет, айдан аман ет, жылдан есен ет, садақасын қабілет, мұратын асыл ет, ақ қарасын қыдырдарсын, кеткенін келтір, кемтігін толтыр. Отбастарың аман бол, әр уақытта бәйгіден бірінші болуды Алла нәсіп етсін. Аллаху акбар. Ал ағайын бәріңе құтты болсын. Ағайын аман болсын жан жағымыз. Үкіліп өсе берсін мал жарыңыз. Алдарыңызда осы асты беріп жатқан Сегізбай Зорбай ұрпағына үлкен рахмет. Осы той жүргізген Түгелбай деген балдарыңыз. Амандыққа қауышайық ағайын. Ай Түгелбай, Алла жаныңа жамандық бермесін. Айналайын, рахмет. Кім қайда жамандық? Асхат айналайын, көп рахмет саған. Рахмет. Құтты болсын ал. Ал тойларың той болсын ағайын. Аман болыңыздар.